2021-2025 жылдар аралығында автожол саласында республикалық маңызы бар 12 мың шақырым автожол салынып реконструкцияланды. Жыл сайын 200 мың адам жұмыспен қамтылады. Биылғы жылдың қорытындысында 768 шақырымдық Талдықорған-Өскемен учаскесін реконструкциялауды толық аяқтау жоспарланған. Бұл Орта Азия республикаларын Ресейдің Шығыс Сібір аймағымен және Қазақстанның оңтүстігін шығыспен байланыстыратын халықаралық транзиттік дәліз. Осы автожолдың Алакөл көлінің туристік кластерін дамытуда маңызы ерекше деді Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Бейбіт Атамқұлов. 2025 жылға дейін барлық жол ұлттық стандарттарға сәйкес келетін жол бойындағы қызмет көрсету нысандарымен қамтамасыз етіледі. Жол бойындағы қызмет көрсету нысандары бойынша талаптар бекітілген. Оларды дамыту жұмыстарын Қазавтожол ұлттық компаниясы жүргізіп жатыр. Бүгінгі таңда республикалық автомобиль жолдары бойында 1854 қызмет көрсету нысаны жұмыс істейді, оның ішінде 1070 нысан ұлттық стандарт талаптарына сәйкес келеді. Бейбіт Атамқұловтың айтуынша, елбасының мемлекет басшысының тапсырмаларын және Нұр Отан партиясының сайлау алды тұғырнамасында белгіленген міндеттерді уақытылы және сапалы іске асыру нәтижесінде 25 жылға дейін республикалық маңызы бар жолдардың 100%-ын және жергілікті маңызы бар жолдардың 95%-ын нормативтік жағдайға жеткізу, ақылы жолдардың ұзындығын 11700 шақырымға дейін ұлғайту, республикалық автожолдарды ұлттық стандартқа сәйкес келетін жол бойындағы қызмет көрсету нысандарымен қамтамасыз ету, жыл сайын 310 мың жұмыс орнын құру жоспарланып отыр. Ақпарат көзі bach.kz сайтынан алынып, видеоролик арнайы стандарт.kz порталына дайындалды.